Адам немесе өзі оқытады, немесе оқытпайды. Адам ішкі жарығы басқа біреуге жарық бере алатын жағдайда, немесе жарық бере алмайтын кейінге қарай тартатын жағдайда тұр. Ішкі жарыққа. Көрдіңіздер ма? Осы мәселеге. Ал бұл кісілер адамдарға жарық бере алатын жағдайда да. Сондықтан бұлар 500 адамды үшке де жинап алған ғой, Оралдың ыстылары. Енді бәле-бәле жерге кетіп приколсыз. Жақсы рахмет. Аманай мырза, біздер енді кеше өзіміздің спонсорымыз Нұржанат ханымның супер директор жабылуына байланысты, автокөлік алуына байланысты сол мәселемен келіп қалдық. Енді бәрімізге де қош келдіңіздер дейік. Dandelion компаниясына келіп отырған осы лидерлер. Компания өте керемет, шыққандай жаман информациялар айтылып жатыр. Қаншама мәліметтер айтылып жатыр, көріп отырсыздар. Бұл жерде бірінші денсаулық болса, екінші табыс бар. Үлкен табыс көзі бар. Ол табыс көзін жасай алу бұл өзімізге байланысты. Бірінші адамға сенім керек, сосын нақты мақсат керек, сосын адамға табандылық керек. Осы үш қасиет бойымызда болса, біз осы Dandelion компаниясына үлкен жетістікке жете аламыз деп айта аламын. Қасыма еріп келген менің партнерім, менің лидерім, менің өзімнің личнигім бар. Ол кісі 79 жаста. Енді 1-2 күнде советник статусын жабайын деп отыр. 79-да. Өз денсаулығына келді ол кісі. Ол кісінің артында Меңсұлу ханымның анасы бар. Ол кісі 82-де. Міне, ол наставник, кешіресіздер, наставник статус. Етіп отқан шығарым, балмаға етіп отқан шығарым. Наставник статус жабайын деп отыр. Одан кейін, міне, Меңсұлу ханымды анасы жазған уақытта бұл білген жоқ. Просто ол кісі денсаулыққа келді, бизнес жасайын деген жоқ. Денсаулыққа келіп, 6 продукт аламыз ғой. 1 пакетке. Өзінің денсаулығына 6 пакет алғаннан кейін, келесі пакетті кімге жазам деп ойланып отыр да. Сосын көрші біреуді жазғысы келіп отыр ол кісі. Сосын мына Мәрзия апай дейтінен мен мына личный, сен қызың бар ма, жалғыз қызың? Шашы су жалғыз қызыңа деп. Сосын ана апайдың айтатыны, ой, ол ұрсат, маған айтуға болмайды, ұрсат деп жаздырмай. Содан Мәрзия апай табандылап отырып Меңсұлуды жаздырды. Содан бұл бір күні Меңсұлуды офисқа алып келді. Меңсұлу 3 күн, бірінші күні келіп, продукцияны айтпа деді, маған маркетингті айтты. Маркетинг тыңдады. Екінші күні келіп, 2 рет қайтадан маркетингті тыңдады. Содан бастап Меңсұлу өзінің командасымен жұмыс жасады. Шымкентке барарда 1 апта бұрын келіп келді офисқа, маркетинг тыңдады. Мен Шымкентке барамын. Мен өзімнің командамнан Шымкентке адам шығара алмай отырған уақытта, Меңсұлу мен барам деген уақытта шошып кеттім. Қайтадан сұрадым, барасың ба деп. Барам дейді. Мен мұнда кеттік, содан Шымкентке барғанша менеджер статусын жауапша жазғандай уақыттың ішінде. Мен қалайда Шымкентке барғанша менеджер статусын жабуым керек. Ол күні келесі пойызға мінетін күні менеджер статусын жаптым. Содан неге барып келдік, Шымкентке барып келдік. Келді, қазір үлкен команданың егері. Мен қайда барам десе, бірге екеуміз құрдаспыз. Бірге команданы алып келе жатыр. Осыған қазір менің командамда 700-дей партнер бар. Менің өзімнің командамда 23 личниктің қазір сол 5-еуі активный жұмыс жасап тұр. Қалғандары енді өз үшін потребитель болып, жаңа қозғалып атқандар бар, жазылып қойып, жұмыс жасамай, енді результатқа келіп оянып атқан адамдар бар, партнерлар бар. Міне, бұл жерде адам бірінші результатқа келеді ғой, сіздің результатыңызға. Сенбей келген адам сіздің результатыңызға келіп бәрібір. Сондықтан бұл жерде жұмыс жасай білу керек. Табандылық болу керек, бірінші, сосын мақсатыңыз. 500 адам жиналды деп. Бізде кеше маусымның 11 күні біздің Оралда қалалық презентация болды. Сол қалалық презентацияға Мақсат Ахметбекті бәріміз білетін шығармыз. Мақсат Ахметбек келетін болды. Сосын президент жаңа Марал ханым келеді деді, Роза ханым келеді деді. Сосын Оразгүл ханым біздерге параллельный команда болды.
бірақ параллельный команда болса да біздер параллельный команданың лидерлері деп бөлген жоқпыз. Бізге Оралға сондай жетістікке жеткен лидерлердің келетініне қуандық. Қуандықта біздер бірінші жоспарлаған уақытта үш адам жауапкершілік алды. Соның ішінде менің командамда Меңсұлу сразу кірісіп кетті. Біздің команда болмаса да Меңсұлу уже кірісіп кетті. Дополнительный мен жүрдім, әйтеуір 3 күннің ішінде 500 адамға зал жиналды. 500 3 күннің ішінде. Мотивация болды, керемет сабақ өтті. Даже өзіміз олай ойлаған жоқпыз. Билет қаншадан саттыңдар? 1000 теңге. 1000 теңге. 1000 теңге. Бәріңізге де табыс тілеймін, жетістік тілеймін. Осындай осы жерде менің спонсорым Нұржан ханымға біріншіден жаңа айтады ғой, наставнигіңізге алғыс айтудан жалықпаңыз деп. Мен де Нұржан ханымға алғысым шексіз. Бұл компанияға келгенде мен негізі осы компанияға келерден бұрын бастап қойдым. Енді жай уақытын тапсам компанияға келген уақытта мен маркетингке келдім. Товар неге келген жоқпын, продуктыға. Маркетингке келдім, түсіндім, сразу жоғарыдан орын алу керек деп ойладым. Сол этапымен Бәрекелді. Тойға алыстан келген қораға обязательно сөйлеп кету керек қой. Сол сияқты мен де бір-екі сөз айтып кеттім. Мына жерде негізі Ақтөбеге сіздер бақылаудыңыздар ғой. Қастарыңызда президент. Мына жерде кеше ғана жаңа консулда 5-ші авто алып жатырсыздар. Рас айтқанда біздер оралдықтар өте ашпыз ғой. Голодный айтады ғой. Себебі бізде тек қана бірақ директор болды. Одан кейін біз манағы үлкен зал жинағаннан кейін мероприятиеден кейін тағы 4 директор бізде статус жауып. Тек қана қазір 5 директорымыз бар қалада. Әлі бір авто алған жоқпыз, бірақ болашақта аламыз деп сенімдіміз. Жаңадан келген адамда тоқтамай әрекет жасаңыз, әрекетке береке. Соған тек қана сеніммен, көңілдің пайдасымен, маркетинг, оп-оңай маркетинг, просто есту жасауға болады, удовольствие жасауға болады. Сондықтан сізді шақырған адамға рахметіңізді айтып, сол адамнан етегіңізді тауып алып, жабысып алып, қалмастан, амандаймыздағы кешедегі жабысып, Оралға келіңізші. Халықтың алдында сұрақ тұр, Оралға келіңізші деп. Сондықтан тек қана қадам басыңыздар, тек қана тоқтамаңыздар, алға жеңіңіздер. Адамның жасай алуында, жасай алмауда өз-өзі оқытуға байланыстырылады. Кез келген салада, мысалға, сіз әкім болсаңыз да, прокурор болсаңыз да, банкир болсаңыз да, таксист болсаңыз да, қара жұмысшы болсаңыз да, бұл жерге келгенде сетевой компанияның тілін үйренуге тура келеді. Врач болсаңыз да. Бұл сала өз алдына сондай сала, өз алдына бір маман burada. Сондықтан кішкене оқытып алсаңыздар, әрқайсыңызда мен білем, қазақтың баласының қыздарының, жігіттердің әрқайсысында мықты потенциал бар. Мықты бір қанында, бір генасында бір сондай қасиет бар қазақтың. Тем более біз кіші жүз деген өзі бір сондай намыс қалыппыз ғой. Сондықтан сіздерге әрқайсыңызға үлкенің бар, кішің бар. Үлкен табыстар тілеймін. Бұйырса 8 октябрьге үлкен қалалық кездесу ұйымдастырылып өтті. Үлкен 8 октябрьге. Ол үлкен 8 октябрьге қалалыққа бұйырса бар западный регион шақырғым өттім, ең әуелі. Сосын сырттан шақырамыз. Сондай бір жоспар 8 октябрь деп қоймай, июль. Бәсе ойлап қояқ. Июль, 8 июль. Неге ары қарай мен Алматыға кетіп қалған? Алматыда біз Явер Мұсайшы шақыруымызда біраз жұмыстар бар. Сондықтан 8 июльде, шілдеде бұйырса бір қалалық ұйымдастыруымыз керек. Оған дейін қол босамайды. Естідік қой бәріміз,